Біздің еліміз ұзақ мерзімді климаттық мақсаттар мен жоспарларды айқындады. Олар қағазда қалмай, соңынан әрекеттер болуы тиіс. Ал біз бұл әрекеттердің нәтижелерін көре алсақ, оларға белсенді қатыса аламыз. Соңында біз адамдардың қызметінен туындаған климаттық ауытқулардың кемейіп немесе жойылып бара жатқанын көруіміз керек. Біз Қазгидрометтің ай және жыл сайынғы жарияланымдарының көмегімен Қазақстандағы климатпен не болып жатқанын біле аламыз. Олар Қазақстан және оның жеке өңірлері бойынша температура мен жауын-шашынның қалай өзгеретіндігі туралы деректерді қамтиды. Біз парниктік газдар шығарындыларының қандай көздерден және көлемде болатыны туралы ақпаратты біле аламыз. Көмірқышқыл газы қайда және қалай сіңіріледі? Ұлттық түгендеу бұл деректер көзі болып табылады. Осы деректер бойынша Қазақстан климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенцияның хатшылығына жыл сайын есеп береді. Қазақстан сондай-ақ өзінің климаттық саясаты мен климаттық іс-қимылдары туралы ақпаратты Біріккен ұлттар ұйымының климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясының хатшылығына ұсынады. Бұл ақпарат бірнеше жылда бір рет жарияланатын 2 жылдық баяндамаларға және ұлттық хабарламаларға енгізіледі. 2021 жылдан бастап Самұрық-энерго акционерлік қоғамы Қазақстанның жаңартылатын энергия көздері нарығына шолу жасайды. Сіз жасыл экономика жөніндегі Қазагрин ақпараттық порталында жарияланған карта бойынша жаңартылатын энергия көздері ақпаратын таба аласыз. Өкінішке орай, жекелеген қалалар, елді мекендер мен аудандар бойынша климаттық ақпарат алу әлі қиын.